Әссәламу-алейкум, баршаңызға қайырлы күн, достар. Біз бүгін шайға өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын творожный бабочки әзірлейтін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен қамыры үшін бізге жұмсақ сары май, қаймақ және де тек қана жұмыртқаның 2 сарыуызы және 1 жұмыртқа бүтіндей қосамыз. Кейін сахарный пудра қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды илектен өткізіп, аз-аздан қосамыз және қопсытқышты арасында қосып жібереміз. Осылай қамыр илеп, холодильникке тындырып қоямыз 20 минуттай. Бізге ірімшік, қант және 1 жұмыртқа салмасына қажет болады. Және крахмал қосып, барлығын блендерлейміз. Барлығы түгелдей езілу керек. Міне осындай болып. Кейін кондитерлік қапшыққа барлығын салып, дайындап қоямыз. Қамырымыз тынғаннан кейін ұн қоса отырып, тым жұқа немесе тым қалың болмау керек. Жақсылап шеттерін жұқа етіп жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстін осылай дөңгелек етіп кесіп шығамыз. Кейін осылай салмаларын үстіне құйып шығамыз барлығына. Кейін осылай екі шетінен шымши отырып, бір-біріне біріктіріп, көбелек формасына келтіріп түйеміз. Барлығын қызып тұрған пеште сарғайғанша ұстаймыз. Пешті 200 градуста қыздырамыз. Дайын болған тәттілерді ыстық күйінде біз осылай сахарный пудраға аунатып аламыз. Суып қалған кезде ол жабыспай қалады. Сондықтан ыстық күйінде бірден барлығын қант ұнтағына аунатып аламыз. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Бізде дәл осы қамырмен 300 граммдай тәтті шығады. Өте дәмді. Және мерекелік дастарханға қойсаңыздар, міндетті түрде барлығы тауысып қояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.